Сәлем достар, бүгінгі айтылатын фильм «Опасный друг». Кристиан есімді ерекше бай жігіт иттің костюмын киіп жүрген досын өзінің үй жануары ретінде ұстайды. Фильмнің басында өте дәмді тағамды 2 порцияға бөліп жасап жатқан жігітті көрсетеді. Бір ыдысқа әдемілеп тағамды ретімен салса, екіншісін темір мискаға салады. Тамағын дайындап, өзі дастархан үстінде тамақтанып, иттің костюмын киіп жүрген Фрэнкке ыдысын жерге қойып береді. Достар, фильмді бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк және қоңырауды баса кетейік. Фрэнк ит тәрізді 4 аяқтап жүріп, мискадан тамақтанады. Кристиан тамақтанып отырып, әлеуметтік желі арқылы өзіне қыз іздейді. Желіні қарап отырып, бір қызды ұнатып қалып, оған ақылы қымбат сыйлықтар жібереді. Содан кешке жатар алдында жігіт Фрэнктің костюмын шешіп, жуындырып, тісін жуып, орнына жібереді. Таң атысымен итіне арнайы үй жануарларына беретін тамақ беріп, Сигрид есімді қызбен хат алмасып, кездесуге шақырады. Кристиан әдемі костюмын киіп, итінен киім қалай жарасатынын сұрайды да мейрамханаға баруға жолға шығады. Ол жерде қызбен қалай сөйлесемін деп толғанып, ішімдік ішіп, осы кездесуден түк шықпайды деп орнынан тұрып кетеді. Сол кезде алдынан Сигрид келе қалады. Екеуі столға отырып, виноға тапсырыс беріп, жақын танысып, қыздың психология факультетінде оқитынын анықтап алады. Арада минуттар, сағаттар өтеді. Солай екеуі қалай кеш батқанын байқамай қалады. Жігіт қызды үйіне шақырады. Қыз қарсылық танытпайды. Үйіне келіп, жігіттің зәулім баспанасына тамсана қызығады. Жігіт үйде жалғыз тұрам, тек үй жануары ретінде итім бар дейді. Екеу жайғасып вино ішіп, тағы әңгімеге кетеді. Жігіт осы үй, барлық байлықтары ата-анамнан қалған өсиет екенін айтады. Солай жақындасып, таң атысымен Фрэнк қыздың қасына келіп алады. Қыз шошып кетеді. Жігіт осы саған айтып жүрген менің итім дейді. Сигрид аң-таң болып қалады. Солай екеуі таңғы асты ішеді. Қыздың көзі итте. Сигрид көп ойланып, қанша адам психологиясын оқыса да, бұл ақылға қонымсыз дүние деп орнынан атылып тұрып, үйден шығып кетеді де, Кристианға үйіне жеткізіп таста деп өтінеді. Үйіне келіп, көрші қызға танысқан бай жігіт жайлы айтып, фотосын көрсетіп, жақсы пікір алады. Кешке ғаламтор желісінен адамды ит сияқты асырайды деп ақпарат іздеп, жақсы 10 ұсыныстағы видеолар тауып, көңілі орнына түседі. Сол кезде жігіт хабарласып, қызбен кездесуін сұрайды. Екеуі кездесіп, Кристианға ақырындап Фрэнк жайлы келесі сұрақты қояды. Фрэнктің және өзінің ақылға қонымсыз әрекетін түсіндіріп бер дейді. Кристианның жауабы келесідей болады. Фрэнк бала кездегі досым, менен басқа ешкім жоқ, өзінің қалауы сол болды, деп жауап қайтарады. Қыз көнеді де Фрэнкті ит сияқты сипалайды. Ол әсерлі қозғалыстар артық жасай бастайды. Сигрид қорқып кетіп, итті қуып жіберу үшін даусын қатты шығарып жіберуге тура келеді. Екеуі тағы таң аттырып, жігіт таңғы ас дайындап, тамақтанып қызды оқуына жеткізіп тастайды. Сабақтан кейін қайта бұл үйге келіп, жігітке мен сені ойлағандай жеңілтек қыз емеспін. Көп кездесе алмаймыз. Үйге қайтуым керек дейді. Екеуі осы жайды талқылап, әңгімелесіп, таза ауамен демалып қайтайық дейді. Қыз келісіп, үшеуі қала сыртындағы алыс шалғайда орналасқан үйге келеді. Жігіт осы үйде жататын бөлме біреу ғана, сол үшін үшеуміз бірге ұйықтаймыз дейді. Қыз қарсылық танытпайды. Тамақтанып отырып, Сигрид телефонын ақтара бастайды. Бұл әрекет жігітке ұнамай, телефоныңыз демалыс болсын, деп сұрап алады. Кешке ішімдік ішіп отырған кезде, қыз Фрэнкпен ойнай бастайды. Қыздың көзі жігітке түсіп, тағы ішімдік алып келуін өтінеді. Жігіт ішімдікке кеткен кезде, Фрэнк маскасын шешіп, Кристиан өте қауіпті, бұл үйден тез арада кеткенін талап етеді. Сигрид бұл сөзден кейін қорқып кетіп, жігітке шаршағанын айтып, ұйықтайтынын айтады. Екеуі ұйықтап, таң атысымен қыз далаға шыққысы келіп, астыңғы қабатқа түседі. Ол жерде есіктің кілттеніп тұрғанын байқап, кілтті іздей бастайды. Оның кілтті іздеп жатқанын байқап қойған Кристиан, не істеп жатсың, деп сұрақ қояды. Қыз далаға шыққысы келгенін айтып, екеуі бірге далаға шығып, таза ауамен демалып отырады. Жігіт қызға ұйықтар алдында есіктерді кілттеп қоямын дейді. Ондай болса, бірақ жігіт кілт біреу ғана деп сұрағына жауап қайтарады. Қыз үйге кіріп, қобалжып, жүрегі айнып кетеді. Таңғы ас ішерде нәр тартпай, тәбеті болмай отырады да, жігіттен телефонын сұрайды. Кристиан телефонын әкеліп беріп, бірақ қасынан кетпей отырады. Телефонын алған соң, мамасына телефон соғып, бәрі жақсы екенін айтады. Жігіт сенде телефонға әуестілік бар екен деп, қайта алып алады. Сигрид жігітіне итті қыдырып келейін, сен оған дейін кешке не істейміз ойластырып қой деп, итпен далаға шығып кетеді.
Орман арасында Фрэнк қызға сыбырлап, Кристиан ұйықтап жатқанда шабуыл жасап, қашып кетуін айтады. Фрэнктің айтқанына көніп, келгеннен соң ас бөлмесінен пышақты алып, жастықтың басына тығып қояды. Сол кезде жігіт төсектің жапқышын ауыстыруға кіріп қалады. Оны қыз өзім ауыстырамын деп бой бермей, әрен дегенде көндіреді де, жапқышты жауып, жуынуға кетеді. Сол кезде Кристиан ашуланып, жуынып жатқан жерінен шақыртып, төсекке не болды деп айғайлайды. Сасқалақтаған қыз не болды дейді. Төсек мыж-мыж болып қапты ғой, деп қалжыңдап күле бастап, қыздың су-су болып тұрған тәніне көзі түсіп, тисе бастайды. Бұл не сандырақтағаның деп көңілі болмай, шапалақпен ұрып жіберіп, жігітті қуып жібереді. Екеуі кешкі ас ішіп отыр. Қыздың басы айнала бастайды. Орнынан тұрып, аяғы ұстамай құлап, есінен танып қалады. Кристиан оны көтеріп алып, төсекке жатқызады. Арада 1-2 сағат өтеді. Оянып есін жиып, төсектің астынан пышақты іздеп таба алмайды. Сол кезде Кристиан келіп шақырып, неге осы үйге келдік деп сұрайды. Қыз үндемейді. Фрэнкпен жоспар құрғаны аудиозаписке жазылған екен. Кристиан қызды подвалға түсіріп, сеткада тұрған Фрэнкті көрсетеді. Фрэнктің қасына барып, оны сипалай бастайды. Фрэнк қолын тістеп алып, екеуі төбелесе кетеді. Осы төбелес сәтін пайдалана отырып, қыз есікті ашып, қаша кетеді. Жігіт оның қашқанын көріп ашуланып, Фрэнкті сарайға апарып, жазалай бастайды. Сигрид орманда адасып, қайта үйге барып, қамаудағы Фрэнкті құтқарамын деп ойланады. Қолына ағаш алып, үйге тығылып кіреді. Үйге кірсе, Кристиан Фрэнкті артынан қолмен шапалақтап ұрып жатады. Тығылып келіп, басынан ұрып құлатып, Фрэнкті көтеріп сарайдан шығара бастайды. Сол кезде Кристиан есін жиып, орнынан тұрып, қызды битамен ұрып құлатады. Солай арада талай белгісіз уақыттар өтеді. Кристиан тағы ас бөлмесінде тұрады. Мискаға тамақ жасап, Фрэнкке жерге қойып береді. Одан бөлек тағы бір мискаға тамақ жасап, сарайға барады. Ол жерде қыз шынжырда байлаулы тұр екен. Ол ит тәрізді тамақты күтіп, ойнақтай бастайды. Кристиан үйге келіп, 3-ші мискаға тамақ жасап, тағы жерге қояды да, балам, тамақ іш дейді. Сол кезде баланың ойнап жүріп келе жатқан даусын кадрдың сыртынан естиміз. Кино осылай аяқталады.